Бүгін біз салт-дәстүр сөзіне талдау жасаймыз. Салт-дәстүр не деген сұраққа жауап береді? Зат есім, себебі заттың атын білдіріп тұр. Құрамына қарай күрделі, себебі екі сөзден құралған. Ал жасалу жолына қарай бізде туынды, себебі екі сөздің қоса қабылу арқылы жаңа ұғым пайда болған. Атауына қарай жалпы, себебі жалпы ұғым атауын білдіріп тұр. Мағынасына қарай дерексіз, себебі көзбен көріп, қолмен ұстай алмаймыз. Жансыз, себебі тіршілік иесі емес. Бүгін ақыл сөзіне талдау жасаймыз. Ол не деген сұраққа жауап береді? Олай болса, бұл бізде зат есім. Себебі заттың атауын білдіріп тұр. Құрамына қарай дара, себебі бір түбірден тұр. Жасалу жолына қарай негізгі, себебі әрі қарай бөлшектеуге келмейді. Атауына қарай жалпы, себебі жалпы ұғым атауы. Мағынасына қарай дерексіз, себебі көзбен көріп, қолмен ұстай алмаймыз. Бұл бізде жансыз, себебі тіршілік иесіне жатпайды. Біз бүгін тасбақа сөзіне талдау жасаймыз. Оның сұрағы не? Зат есім. Себебі ол заттың атауын білдіріп тұр. Құрамына қарай күрделі. Себебі екі түбірден тұр. Жасалу жолына қарай туынды. Себебі екі сөздің бірігуі арқылы жаңа ұғым пайда болып тұр. Атауына қарай жалпы. Себебі ол жалпы ұғым атауы. Мағынасына қарай деректі, себебі оны көзбен көріп, қолмен ұстай аламыз. Жанды, себебі ол тіршілік иесі.